Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бүгін біз мына бір Mercedes 190-ның печкасының радиаторын ауыстырайын деп отырмыз. Печканың түбінен су кетіп тұр. Білмеймін мен қалай ашу керек екен, негізі ашып көрмегенмін алдын. Мына жердегі мына ортадағын бірінші алып көрем. Егер осы жерден шығып жатса, солай ауыстырамыз, болмаса торпеданы шешуге тура келеді. Мына ортаны шешіп қойдым. Шешкенде мына жерде мынандай құлақтар бар, бұрайтын құлақтары. Осы құлақтарды тартып шығарып алу керек. Сосын шығарғасын мынандай гайка тұрады екен мынандай жерінде. Бұл гайка мынаған қататын. Үшеуін шешіп алдым, сонымен мынау шықты. Енді мына жерде печка кішкене жоғары жағында екен. Мына жерде темір тұр. Темір бізге кедергі жасайын деп тұрған сияқты. Соның үшін торпеданы шығарып аламыз. Оны шешу үшін торпеданы бірінші рульді шешіп алуымыз керек. Руль мынау әшейін тұрады. Андай резинамен іші әшейін андай темірге мына резиналар кіріп тұрады, тартып алынады. Сосын мына жерде ішкі ондық альян бар. Мынандай. Сонымен ашамыз мына жерін. Бит болтын шешіп алдық. Мына жер негізі болса бір болтпен шығады руль. Болтын өзінің орнына қатырып қойайық. Торпеда біз енді қатты жабысып тұрған жоқ, өзі бүйтіп ойнап жатыр. Мына жерде мына түпте бірдеңе жабысып тұрған сияқты, соның үшін мына колонка тұратынды ашу керек. Мынандай үстінде мынандай шурупты босатып қойдым. Екі шурубы бар, ар жағында сондай. Осыны шешіп аламыз қазір. Шешіп алдық. Мына жерде міне түбінде 8-дік болып тұр. Осыны шешу керек қазір. Мына жерде щитокты шығарып алайын десем, бірдеңе іліп тұрғандай болды. Мына жерден әйтеуір қолымды бүйтіп тығып тұрып, спидометрдің тросын шығардым, босаттым. Жіберген сияқты өзі шықты қазір. Мына отырған спидометр тросты босатып алдым. Осы білмеймін, мүмкін оңай жолы бар шығар, білмеймін, ізденген жоқпын. Қиын жолды таңдадым мен. Енді мына жерде мына проводтарын ажыратып тастаймыз. Сонымен уже торпеда бос тұр, бізде шығайын деп тұр. Енді мына жерде мына ауа жүретін пластик іліп тұр. Осын шығару керек, сосын мынаның артын шығару керек. Сосын мына кнопканы проводын ажыратып тастау керек. Мына жерде мынандай үшеулі кіріп тұратын ауама бірдеңе, короче, осын бүйтіп басып алып шығарып тастадым. Ал мынау бұны шығаратын мүмкін жеңіл жолы бар шығар, бірақ мен тағы да қиын жолды таңдадым. Мына жаққа барып тұратын. Мына жерде блокпред охранитель ма? Мына жерге кіріп тұратын жерден шығарып алдым. Мынандай басты міне. Мына жақта енді шығару үшін вертолет тиіп қалып тұр. Вертолет шығару үшін мына жерде негізі 3 болты болу керек екен. Бізде 2-ақ болт, осын шығарып аламыз. Болтын шешкесін міне былай қарай бүйтіп шығарып, жерге салбыратып қоя береміз, пока тұра берсін осылай. Негізі бартачокта шешу керек сияқты, бірақ мен шешкен жоқпын. Мына жерде тұратын лампаның артындағын шығарып тастадым. Мына жағында тағы біреуі бар. Осында шығарып тастадым. Сонымен бәрі босаған сияқты. Мен үшін мынау оңай болған сияқты. Мерседес мүмкін шынымен де оңай шығар. Әлде бізге дейінгі алдын ашқан адам көп шуруптарын қатырмай кеткен сияқты. Мына жерден 2 ғана болт шештім. Мына жақта тұратын үшеуін шештім. Болт басқа ештеңе жоқ, қатып тұрған. Уже бізде бос тұр торпеда. Алып тастаймыз. Бізде мына ортадағының мына жеріндегі тұратын нәрсесі жоқ еді. Тауып алдым оны. Мына жерінде жатыр екен бұлай. Ішіне тығыз жіберген немесе алдым осылай қойған шығар. Әдемі болды. Толықтай шықпаса болмайды екен мына нәрсе. Мына жақта 2 болтын шешу керек. Сосын мынаны үш жерде қалдырып, мына 2 шуруптан босатсақ, мына жерде ауа келіп тұрған мындай шлангілерді босатпаймыз. Үш жерде қалады. Сосын мына радиаторға келіп тұрған мына 2 болтты босату керек. Мынау бар, астында біреу бар. Мына жағынан кіреді екен. Мына екеуін босату керек.
Мына жердегі екі шурупты шештім. Мен тағы да қиын жол таңдап қойыппын. Неге? Өйткені мына жағында 8 болты бар екен. Мен қиналып жүріп мына жақтағы шуруптарын шештім. Отвертка сыймай. В общем, осындай. Мына жерде радиаторға кіріп тұрған мына алюминий труба әрең шықты. Мына жағда сондай. Ішіне эпоксид жағып, бетіне келмейді жаққан ба бірдеңке. Сосын мына жақта мына екі шетке қарай кетіп тұратын. Мынаны бүйтіп ажыратып тастадым. Мына жағын ажыраттым. Мына жақта бір болты бар екен. Ана тұр. Мына жағында да біреу бар сондай. Жерде жаңа. Мына жерде. Осын кішкене босатып, босатып қойдым мынаны. Мына жерден жоғарыға көтеру керек болды. Мынаны берлей тартып тұрып, жоғарыға көтерсе шығу керек. Мына жақта не бар айтпақшы. Төмен қарай кетіп тұратын жер бар мына жерде. Осында киіліп тұрады, әшейін киіліп тұратын сияқты. Қаттырақ көтерсе шығатын сияқты. Жұлқып шығарып алдым. Мына шығып тұр. Енді арасынан алма бос жүрген. Уже шығып тұр міне болды. Бұлай жерге шешіп алдық. Енді бұл жерде бұлай алынатындай шетіне алына салатын нәрсе емес екен. Мынандай хомуттардың бәрін шешіп алып, ортасын екіге бөліп, сосын алатын сияқтымыз. Бірінші мына астыңғы құлақтарын алып алу керек. Мына астында тұрған екеуін алып тастаймыз, сосын мына жақтағыларды алып екіге бөлеміз. Бәрін ашып қойдық. Кішкене қозғалып тұр. Енді мына жерде мына жағындағы мынандай заслонка өзі шықты мына жерден. Ал мына жағы мынандай нәрсе тұр. Мына жағында да осындай құлағы бар. Енді мынаны басып шығарамыз. Мына ортасына басып. Мынаны басқан кезде былай қарай тартқанда шығады. Енді мына жақта ашылған етіп тұрғанда мына жерде мынау іліп қалып жатыр. Мына біреу. Мына жақта қайда екінші. Мынаны міне жанынан бір жағынан ашып, бір жақ қарай былай. Сосын жоғары қарай көтеру керек. Былай. Сонымен екеуінде шығарып тастағасын уже болды. Бүйтіп ашылады. Ой, әлі болмапты мына жақта. Мына жақта да шуруптар бар екен. Біреу, екеу, 3, 4, 5. Осыны алып болғасын радиатор шығады екен бері қарай. Шуруптарын босаттық. Енді болған шығар. Енді радиатор шығатын сияқты. Ой, бұл мусорға толған екен. Шаңдарын тазартып, жаңа радиатор саламыз. Жаңа радиатор мынандай. Бірдей екеуі міне. Ескісімен бірдей. Мына жақта мынандай губкалары бар екен. Мына шетіне тұратын резиналары. Болты бар. Мына гайкасы айтпақшы 4 бұрыш гайкасы. Мынандай жеріне кіріп тұрады екен. Артынан мына жағынан салып жүру керек екен. Ұмытпай салып жүру керек осы. Мына жағында сондай. Өзінде бүйтіп келген мына губкалары жабыспайды екен. Мынаға жабыстырдым, түсіп қала берді. Сонымен қолдан мынандай губкаға қойып шықтық. Жалпы осындай орнына салып қойдық. Енді бағана ашқанымызбен артқа қарай бәрін жинап орнына саламыз. Радиатор салып жинап қойдық. Мына жерде радиатордың құлағына мына жерде жаңағы 4 бұрыш гайканы арт жағына салып жүру керек. Мына жағына салынбай қалады, соның ішіне салып жүріп, бүйтіп болтын ілдіріп қойдым. Ана жаққа барған кезде шешіп алып сала саламыз.
гайка түсіп қалуы мүмкін, соның үшін болт іздердім. Мына жағында енді кішкене мүмкіншілік бар, артынан бүйтіп салатындай, бірақ мынаны да сала салдым. Енді бұйырса апарып орнына қоямыз. Мына жерде енді өзінің резинасының ішіне салып, мынанда каса тығып қойғанда ортада мынандай ашық қап тұр. Бұл жерде ертең қатты давление болған кезде ішіндегі резинаны шығарып жіберуі мүмкін, сол себепті мен герметик жағайын деп отырмын. Мына резинамен бүйтіп тұр қазір. Осылай тыққан кезде до конца мына қыспай тұр. Мына жағында мүмкін бірдеңе болу керек шығар. Бізде бір жоқ болып тұр, соған қазір мына жерге аздап герметик жағып жіберейін деп отырмын. Екі жағына герметик жағып қойып қойдым. Қатты суын құйып қазір осылай оталдырып көрейін деп отырмын. Мына жақтарынан су ақпай тұрғанда көз жеткізіп, сосын барып торпеданы саламын. Мына жақта мүмкін щиток болмаса оталмауы да мүмкін. Қазір бір ұрып көреміз. Машина оталдырып қойдық. Су жіберіп тұрған жоқ. Нормально тұр, мына жақтары бәрі әдемі тұр. Жалпы ыстығы жақсы. Әлі машина қатты қызған жоқ. Бірінші скоростың өзінде жақсы ысып тұр. Максимальный скоростың өзінде суыған жоқ. Нормально жылы беріп тұр әлі. Бұйырса торпеданы қойып тастауға болады. Су ақпай тұрғанда көз жеткіздік. Осымен бүгінгі аяқтайын деп отырмыз. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.